Баршаңызға қайырлы күн, мен арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жасалу жолы оңай, әрі өте дәмді болып шығатын, үй жағдайында жасалатын стрипсидің рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін, арнаға тіркеліп, комментариялар жазып кетіңіздер. Ал ендеше жасауға кірісейік. Ең алдымен тауықтың филе етін өте қалың қылмай, видеода көрсеткендей шамамен бірдей бөліктерге турап шығамыз. Филе етін ұзындау етіп тұруға да болады, бірақ мен екіге бөліп шамамен 5-6 см турадым. Өте қалың тураудың қажеті жоқ, өйткені майға қорып жатқан кезде сырты пісіп, іші піспей қалуы мүмкін. Егер сіз дұрыс тамақтануды ұстанған болсаңыз, сізге осы стрипсиді пеште қуырып жасауға да болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша пеште немесе майға да қуыруға болады. Егер стрипсиді пеште дайындайтын болсаңыз, шамамен 180 градуста 25-30 минуттай дайындайсыз. Енді етімізді маринаттау үшін дәмдеушілер қоса бастаймыз. Сарымсақты ұсақтап етімізге қосамыз. Үстінен тәтті паприка, қара бұрыш, кептірілген базилик, дәміне қарай тұз, тауық етіне арналған дәмдеушілер және біраз сұйық май қосамыз. Дәмдеушілерді қосып болғаннан кейін жақсылап қасықпен араластырып, ыдыстың бетін пищевой пленкамен жауып, 1-2 сағатқа тоңазытқышқа маринатталу үшін саламыз. Етіміз біраз маринатталып қалғанда кляр мен панировкасын жасаймыз. Етіміздің панировкасына мен кәдімгі чипсиді қолдандым. Сіздер кукурузный хлопья немесе панировочный сухариға орнатсаңыздар да болады. Сіздердің қалауларыңызға қарай. Чипсиді бөлек пакетке салып, оқтаудың көмегімен ұсақтап шықтым. Панировка дайын. Енді кляр дайындайық. Кляр үшін таза ыдысқа жұмыртқамызды жарып, үстінен салқын су және біраз тұз қосып араластырамыз. Енді үстінен ұн қосып, тағы да араластырамыз. Консистенциясы қою қаймаққа ұқсау керек. Енді бөлек ыдысқа 5-6 қасық ұн салып дайындаймыз. Ұн бізге панировкаға керек болады. Осы кезде маринатталып қалған тауық етін шығарамыз. Табамызды плитаға қойып, үстінен май құйып қыздыра бастаймыз. Майымыз қызып жатқанша етімізді дайындаймыз. Менде осындай чипсы бар, кішкентай. Осының көмегімен бір филе етін алып, ең алдымен ұнға, кейін кляр, сосын ұсақталған чипсыға ұнатамыз. Қалған тауықтың филе еттерін осылай жасап дайындаймыз. Егер панировкаңыз бітіп қалса, етті ұнға ұнатып қуыруға болады. Яғни бірінші ұнға, кляр және тағы да ұнға ұнатып қуырамыз. Майымыз қатты қызып тұрған болу керек. Сол кезде стрипси майды өзіне қатты сіңдірмейді. Дайын етімізді майға қуыра бастаймыз. Екінші жағына аударуды ұмытпаңыздар. Ыдысқа қағаз сүлгі төсеп қойдым, майды сіңірсін деп. Дайын болған стрипсиді бір-бірден ыдысымызға саламыз. Біздің стрипси дайын болды. Ыстық күйінде жесеңіздер қытырлақ болып тұрады. Ұсынар алдында кетчуп немесе қаймақ соусымен қойсаңыздар өте дәмді болады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дилара.